Радио қабылдағыш 6 мегагерц жиілікте жұмыс жасайды. Радиосигналдың таралу бағытындағы 10 километр қашықтыққа сыятын толқын ұзындығының саны дейді. Толқын ұзындығының саны деген толқынның бір ұзындығы міне осындай болады ғой, мінекей бір толқын. Осындайдан мінекей қанша сыяды деген мағынада сұрап тұр. Сонда біз 10 километрді бөлеміз лямбдаға. Лямбда деген толқын ұзындығы болып табылады. Лямбдадан табу керек. Енді бізде лямбда тең ст деген формула бар. Тең болады. Ал периодқа қарамас жиілік болады. С бөлу нью болады. С бөлу ньюді қолданамыз. С деген бізде 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі бөлу 6 мегагерц. Мега 10-ның 6 дәрежесі. Мысалы мен өзімде С бөлу нью деген форманы есте сақтаудан кішкене қиындықтар бар. Сондықтан, бірақ сол үшін мен ылғи жазып отырамын. Әркімде әртүрлі ғой енді. Мынау есте қалу үшін мен S тең ВТ деген формула, енді бұл көбісінің есінде. Сонда S лямбдада В С жылдамдық, Т период, уақыт, екеуі секунд өлшенеді. Соған қарама қарсы. Сондай момент пайдалануға болады. Кімге қалай ыңғайлы солай жасай бересіңдер. Сөйтіп, бізде 10-ның 6 дәрежесімен мынау кетеді, 2 болады. Мынау қысқарады, 2 болады. Сонда бізде мынау 100 болады. 100-ді 2-ге бөлем, тең болады 50. 50 метр болады. 50 метр, бірақ есеп біткен жоқ әлі бізде. 10 километр бізде 10 мың болады. 10 мың метр болады. Жақ 50 метр болады. Мынау қысқарады. 1000-ды 5-ге бөлем. Бұл кезде 200 толқын сияды. Міне Б жауабы әп-әдемі шығады. Сұрақ болса, жекеге жаза берейік. 9-шы сыныптың есебі.